Так, сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Шаттық шеңбері. Үлкенге де біз, кішіге де біз, баршаңызға бас иіп, сәлем бердік біз. Жақсы балалар. Балалар, бүгінгі тақырып бойынша мына суретке назар аударайықшы. Тақтада не көріп тұрсыңдар? Тақтада қандай суреттерді көріп тұрмыз? Яғни біз ненің суреттерін көріп тұрмыз? Тағамдардың суретін көріп тұрмыз. Бұл жерде қандай тағамдар бар? Зиянды тағамдар және пайдалы тағамдар. Ендеше бүгінгі дәптерлерімізді ашайық. Бүгінгі тақырыбымыздың аты пайдалы тағамдар. Барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді қарашаның 28-і сынып жұмысы пайдалы тағамдар. Все записываем число. Все записываем пайдалы тағамдар. Пайдалы тағамдар. Болдық па жазып қойып? Тезірек өткізіп. Так, тақтаға назар аударайық барлығымыз. Бүгінгі тақырыптың жаңа сөздерімен танысамыз. Пайдалы, полезный, тағам, еда, блюдо, ет, мясо, манты, манты, күріш ботқасы, рисовая каша, жүгері ботқасы, кукурузная каша, тары ботқасы, пшенная каша, шұғыл, быстро, ағза, организм, ауруға шалдығу, аурады, заболеть, бұзылады, портится, зиян, вред, вредно. Қанеке балалар, барлығымыз бірге қайталайық. Пайдалы, полезный, тағам, еда, блюдо, ет, мясо, манты, күріш ботқасы, рисовая каша, жүгері ботқасы, кукурузная каша, тары ботқасы, пшенная каша, шұғыл, быстро, ағза, организм, ауруға шалдығу, заболеть, бұзылады, портится, зиян, вредно. Ал қанеке балалар, осы жаңа сөздермен сөйлем құрастырайықшы, қане. Так, Амина, қанеке? Анам таңғы асқа күріш ботқасын жасайды. Өте жақсы. Так, әрірек. Анам бүгін ет асады. Анам бүгін ет асады, жақсы. Тез дайындалатын тағамдар бұзылады. Дұрыс, өте жақсы. Тез дайындалатын тағамдар бұзылады. Так, Айшолпан. Бүгін менің анам мәнті пісірді. Арсен. Бүгін мен апам бешбармақ пісіреді. Бешбармақ пісіреді. Так, Алина. Қанеке, қандай сөз баласы? Ет мысалы. Бүгін менің анам Ет пісірді. Жақсы, өте жақсы. Қанеке балалар, пайдалы тағамдар мен зиянды тағамдар. Яғни зиянды тағамдар дегенді қалай түсінесіңдер сендер? Зиянды тағамдар. Вредный, зиянды. Бұларға нелер жатады? Бургер, тағы да чипсы, хот-дог, пицца, фри демейміз, қуырылған картоп дейміз, майонез. Жақсы. Ал пайдалы тағамдар ше? Амина? Күріш, ботқасы, ол қандай тағам? Зиянды ма, пайдалы ма? Зиянды тағам. Ет, алма,
жеміске жатады. Жақсы, ал балалар, бүгінгі міне тақырыбымыз пайдалы тағамдар. Бұл мына жерден келіп қағаздарды тезірек ала қояйық. Екі топқа бөлінеміз, тезірек. Келіңдер. Топқа бөлінеміз. Орындарымен ауыса қаламыз. Тезірек алады. Пайдалы тағамдар. Бірінші неге отырамыз? Бірінші топқа отырамыз пайдалы тағамдар. Зиянды тағамдар. Екінші топқа отырамыз. Кімде зиянды тағамдар? Осы топқа келеміз. Пайдалы тағамдар. Так, томирис. Сөз қоямыз. Так, сен мына топқа келе ғой. Мына жерде бізде аз болып қалды. Так, бұл топта жетінші. Все. Сөзді ғой. Енді біз қазір мәтінмен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ. Яғни мәтін беріледі сендерге. Бұл мәтінмен топта жұмыс жасайсыңдар. Мәтінді тізбектеп оқисыңдар әуелі, одан кейін аударасыңдар, одан кейін осы мәтіндегі жаңа сөздерді табасыңдар, осы мәтіннен. Бірге жасаймыз. Так, екеуіне. Так, тізбектеп оқимыз әуелі. Тізбектеп оқимыз. Кім? Амен Лайф отыра ғой. Бірінші әуелі оқып аламыз. Арсен бар ма сенде? Так. Ортаға қоямыз. Дамир, кіммен оқисың? Бірге. Екеуі бірге, топта жұмыс жасаймыз. Так. Тізбектеп оқимыз. Бастайық. Қазір бастаймыз. Бірінші. Сендерде пайдалы тағамдар. Ал қанеке? Мәтінді оқимыз. Тізбектеп аударамыз. Және жаңа сөздерді табамыз. Так. Қанеке? Жасынан бастайық. Сендер тыңдап отырамыз. Қазір бағалайсыңдар бұл топты. Сен пайдалы тағамдар білесің бе? Келесі. Второй предложение. Күріш, тары, ботқасы пайдалы тағамдар. Арсен. Олар сенің ағзаңа пайдалы. Арқырай Айшолпан. Ботқада дәрумендер бар көп. Так. Адия. Пайдалы тағамдар сенің денсаулығыңды жақсартады. Так, сен пайдалы тағамдарды білесің бе? Мәтінді аударайық. Қане, перевод қылайық. Ты знаешь полезную еду? Еду, я? Жақсы. Так, жүгері, күріш, тары, ботқасы пайдалы тағамдар. Так, рисовая каша. Рисовая каша, гречневая каша. Жүгері кашасы, так, рисовая каша, пшенная каша и пшеничная каша. Полезное блюдо. Каши. Дальше. Олар сенің ағзаңа пайдалы. Кім? Олар сенің ағзаңа пайдалы. Они полезны для нашего здоровья. для организма, да? Ботқада дәрумендер өте көп. Қандай тамақта? Ботқа дегеніміз не? Каши. Витаминов, правильно. Пайдалы тағамдар сенің денсаулығыңды жақсартады. Полезная еда укрепляет твое здоровье. Укрепляет твое здоровье. Жақсы. Так, жаңа сөздерді. Қандай жаңа сөздермен таныстыңдар? Новый слова. Дәрумендер тағы. Пайдалы, полезный. Дальше. Жүгері, дұрыс. Тезірек. Тағамдар, дұрыс. Тағы да қандай ботқалар бар? Күріш ботқасы, тағы да жүгері ботқасы. Өте жақсы. Кәнеке үш шапалақ арқылы мына топты бағалайық. Жақсы, өте жақсы. Келесі топ. Зиянды тағамдар. Кәне, Амина. Читай первое предложение.
Амина, дальше. Аружан. Дальше. Олар фастфуд тағамдарын дайындаушылар оның сапасына қарамайды. Они не смотрят на качество продукта. Дальше. Дальше. Сондықтан. Сондықтан олар тез бұзылады. Сондықтан ол тез бұзылады. Поэтому они быстро портятся. Көп балалар фастфуд тағамдарында жиі жейді. Многие дети часто кушают фастфуд. Ол денсаулыққа зиян. Он вреден для здоровья. Жақсы. Жаңа сөздер. Қандай жаңа сөздермен таныстыңдар? Бұл жерде зиян, дұрыс. Тағы да тағамдар. Қандай тағамдар зиян бұл жерде? Жаңа сөздер. Гамбургер, фастфуд, тағы да Амина? Бұзылады. Бұзылады, правильно портится. Тағы да мынау қандай тағамдар? Хот-дог, тағы да чипсы. Өте жақсы. Жақсы, балалар. Ары қарай келесі тапсырмаға көшейік. Жеке жұмыс деп аталады бұл. Бірінші топ, яғни екінші топ. Бұны біз дәптерге орындаймыз. Дәптермен жұмыс. Көптіккен орнына тиісті қосымшаларды қойып дәптерімізге жазамыз. Тезірек. Тетрадь. Бұған үш тапсырма беріледі. Тезірек дәптерлерімізді алып, тиісті қосымшаларды жазайық. Қанекей балалар, жаңа мына топ, мында қараңыздар, бірінші топ. Мына топ жаңа мәтінді аударды, жаңа сөздерді тапты. Біз бағалаймыз ба бұларды? Бағалайық, Қанекей. Жақсы. Дәптерге жазамыз, тезірек қосымшаларды қоямыз да, дәптерге жазып көшеміз. Тезірек. Қазір бір-бірден қосыңдар. Бұл жеке жұмыс. Әрқайсымыз жеке орындаймыз. Тезірек орындаймыз. Кім болды? Қанекей бал. Кім болды? Қай топ болды, Қанекей? Қай топ болды, Қанекей? Бірінші топ па, екінші топ па, Қанекей? Қайда отырғандар? Қанекей. Шолпан, Қанекей болды ма? Жоқпын ғой, бірінші сөйлем. Ас адамға күш береді. Ас адамға күш береді. Қандай қосымшаны жалғадың? Қай қосымшаны жалғадың? Адамға. Дұрыс, ары қарай келесі. Жақсы? Ас. Адамның. Дұрыс. Көңіл. Болады. Жақсы. Арсен, третье предложение читай. Арсен, третье предложение читай. Сол себепті жейтін
қорғауына көңіл бөлемін. Өте жақсы. Жасұлан. Таңғы аста ботқа түрлерін жеймін. Өте жақсы. Дамир. Түскі аста салқын салат жеймін. Дұрыс. Айшолпан. Сұйық тағам ішемін. Өте жақсы. Аружан бастады. Ас адамның арқауы. Қандай қосымшаны қалғаны? Дұрыс. Ары қарай. Адамдар дұрыс тамақтану керек. Адамдар дұрыс тамақтану керек. Қандай қосымша қалғаны бұл жерде? Дар. Өте жақсы. Зиянды Тағамдарды жеуге болмайды. Қандай қосымша қалғаны? Зиянды. Ары қарай. Зиянды тағамдар денсаулыққа зиян. Денсаулыққа қосымшасын қалғаны. Жақсы, балалар, осы тапсырманы жақсы орындап шықсыңдар. Енді келесі топқа бірінші топ постер жасаймыз. Бұл жерде сендер не істейсіңдер? Сендерге пайдалы тағамдардың суреттері беріледі. Бұны сендер постерға жабыстырасыңдар. Клей бар ма сендерге? Клей алып шығамыз, постерға жабыстырамыз. Постермен жұмыс жасаймыз. Барлығымыз топпен жұмыс жасаймыз. Келесі зиянды тағамдар. Яғни бұл жерде сендер не істейсіңдер? Зиянды тағамдарды жабыстырасыңдар бұл постерға. Содан кейін бір тағамды таңдап аласыңдар. Топпен жасаймыз, топпен жұмыс бірігіп жасаймыз. Барлығымыз тезірек тұрамыз орнымыздан. Топпен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде Амина, сендер бір тағамды таңдап аласыңдар да сипаттайсыңдар. Түсінікті ме? Сипаттаймыз. Топпен жұмысқа. Келесі сендерде Айшолпан с собакой работаем. Да, клеим сюда. Бұл тағамдарды мұнда жабыстырасыңдар. Бірақ соның ішіне сендер біреуін таңдап аласыңдар қазір. Қайсысы туралы айтқыларың келеді? Айшолпан да сендерге зиянды тағамдар үстіне жабыстырыңдар, немесе ортасына жабыстыруларына болады. Немесе үстіне жабыстырыңдар. Бірге топпен жұмыс жасаймыз, орнымыздан тұрамыз, бірге жасаймыз. Топпен жасаймыз жұмысты. Асықпаймыз, топта жұмыс жасаймыз. Жақсылық бар, енді бұл жерде сендер дайындаласыңдар. Қайсыны аласыңдар, кәнекей? Нені аламыз? Гамбургер, кәнекей, гамбургер туралы ақылдасамыз. Ол қандай тағам? Гамбургер қандай тағам? Кәнекей, неге әдемі жабыстырмаймыз? Неге әдемі жабыстырмаймыз? Тағы да ал кәнекей гамбургер туралы мәтін жаза алыңдар. Мына жерге не туралы жазасыңдар? Гамбургер. Қандай тағам гамбургер? Қалдаймыз? Жабыстырдық па? Енді бұл ішінде сендер нені аласыңдар? Не туралы айтасыңдар? Бешбармақ. Ол неден дайындалады? Айшолпан. Сөйлемейміз, мына жерге жазамыз. Да, можно. Сөйлемейміз, кәнекей. Гамбургер қандай тағам, барлығымыз ақылдасамыз, ойлармен бөлісіңдер. Қандай тағам бұл?
етті. Біз етті. Biz yetti. Еттің түрлері қандай? Қойдың болады. Қойдың еті. Қойдың еті. Болады. Еттен тағы қандай тағамдар жасаймыз? Жасаңыз. Еттен манты жасаймыз жазыңыздар. Еттен манты жасаймыз. Еттен манты жасаймыз. Еттен палау жасаймыз. Тезірек ашылсын. Еттен палау жасаймыз. Еттен палау жасаймыз. Манты жасаймыз. Манты жасаймыз. Тағы сорпа пісіреміз бе? Бульонды. Енді Амина қане келді. Ортаға шығады. Сабина бер жағымызда. Барлығымыз мына көстерге назар аударамыз. Амина мен күнін Сабинаның жасаған көстерге назар аударамыз. Карантин зиянды тағамдардан қандай тағамдар жабыстырдыңдар айта қойыңдар. Амина айта қой. Гамбургер, хот-дог, Фри, жақсы тағы. Бутерброд, иә? Қандай зиянды? Оның ішінен нені таңдап алдыңдар? оның ішінен гамбургерді таңдап аламыз. Таңдап алдыңдар. Айта қой. Гамбургер зиян тағам. Ол денсаулыққа зиян. Гамбургер тез бұзылады. Өте жақсы. Гамбургердің құрамында майонез, қияр, шұжық бар. Гамбургердің құрамында неліктен ол тез бұзылады? Себебі Ол тез дайындалатын. Өйткені ол тез дайындалатын тағамға жатады. Оның құрамына біз нені қосамыз? Майонез қосамыз. Сондықтан ол майонез қосылғаннан кейін ол тез бұзылады ма? Тез бұзылады. Сондықтан балалар сендер зиянды тағамдарды жейсіңдер ме? Жоқ, күймейсіңдер, иә? Өте жақсы. Келесі Айшолпан. Арсен өте жақсы. Өте жақсы. біз етті Пайдалы тағамдарды ең бірінші оқып шыға қой. Бұл жерде сендер нелерді жабыстырдыңдар? Бешбармақ. Көтеріңдер, кішкене көтеріңдер. бешбармақ, мәнті, палау, күріш ботқасы, Тары ботқасы. тары ботқасы, Ет. Ал соның ішінен қайсыны таңдап алдыңдар? Ет. Қандай тағам? Айта ғой, ет қандай тағам? ет пайдалы тағам. Ет пайдалы тағам. Мына жерге не жазыңдар? Біз етті күнде жейміз. Өте жақсы. Жылқы еті, сиыр еті, қойдың еті болады. Дұрыс. Еттен палау жасаймыз, мәнті жасаймыз, және сорпа пісіреміз. Еттен көптеген тағамдарды жасауға болады ма? Иә. Болады. Біз етті көбінесе кімдерге пісіреміз?
үйге кімдер келеді бізге? Дұрыс, қонақтар келгенде біз не істейміз? Ет пісіреміз. Жақсы, отыра қойыңдар балалар. Кәнеки, мына топта балалар бар ма? Қосатындар. Бір-бірімізді қалай бағалаймыз? Кәнеки? Өте жақсы, иә? Жақсы, өте жақсы. Кәне, балалар, енді келесі тапсырмаға қарай. Дұрыс тамақтанудың тәртібі. Дұрыс тамақтанудың тәртібі. Кім қандай ереже құрастырады? Жоқ, қазақша жазамыз, бұл қазақтың сабағы. Дұрыс тамақтанудың тәртібі. Кәнеки, тезірек жазып білеміз. Стикерларға тезірек дұрыс тамақтанудың ережесін жазамыз. Кім? Нұрәлі. Жазамыз. Қандай ережелерді жазуға болады? Бірінші, екінші топ кетті. Дұрыс, жақсы жазауға. Жоқ, дұрыс тамақтану. Не істеу керек біз тамақтанардың алдында? Не істейміз тамақтанардың алдында? Қолымызды жуамыз. Тағы да? Жаза ғой. Зиянды тағамдар көп жеуге болмайды. Не істейміз тағы да? Таңертеңгі асқа не жеу керек? Дұрыс, жазамыз. Жазыңдар тезек. Так. Амина, Кәне. Зиянды тағамдар жеуге болмайды. Жаз енді стикерді жабыстырамыз. Кім болды? Арсен бар, жоқ жеп өзің. Қол жуамыз. Қол жуамыз. Не істейтін кезде? Тамақ. Ішетін кезде қолымызды жуамыз. Жабыстыра ғой. Тезірек. Келесі. Зиянды тағамдар көп жеуге болмайды. Жабыстыра ғой. Так. Сабина өзіңді оқи ғой. Зиянды тағамдары тез бұзылады. Дұрыс. Зиянды тағамдар тез бұзылады. Келесі. Так. Амин, қай ішті? Зиянды тағамдары жеуге болмайды. Дұрыс. Ботқа жейміз. Кәнеки, ботқа жейміз өте жақсы. Айшолқан. Тамақты көп жеуге болады ма? Болмайды, жас. Тамақты көп жеуге болмайды. Так, жас. Мысалы, сендер тамақтанып жатқан кезде телевизор көресіңдер, теледидар көруге бола ма? Болмайды. Жазыңдар, теледидар көріп тамақ ішуге болмайды. Жас, теледидар көріп тамақ ішуге болмайды. Так. Кәнеки. Айшолқан оқи ғой. Тамақтанып көп жеуге болмайды. Тамақты көп жеуге болмайды. Томирис. Олар фастфуд тағамдарын дайындаушы оның сарысына қарамайды. Сапасына қарамайды. Ал. Жабыстыра бер, жабыстыра ғой. Так. Амина, сен не жазып кеттің? Көп жемеу. Көп жемеу. Жақсы, өте жақсы балалар. Енді келесі тапсырма. Бүгінгі сабағымыз сонымен аяқталды. Сонымен бүгінгі сабақта не өттік? Пайдалы Пайдалы тағамдарды өттік. Қандай пайдалы тағамдар бар? Айшолқан? Манты, бешбармақ, тағы да? Палау, тағы да? Күріш ботқасы, жақсы, зиянды тағамдары. Гамбургер, чипсы, пицца, жақсы. Ал Кәнеки, балалар, пайдалы тағамдарды біз күнделікті жейміз бе? Пайдалы тағамдарды жейміз бе күнделік? Күнделік жейміз. Ал қандай тағамдарды жемейміз? Зиянды тағамдарды жемейміз. Жақсы. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Ұнады, иә? Ал Кәнеки, стикерге біз өзіміздің ойымызбен бөлісеміз. Бұл жерде стикерлерді алып, Кәнеки, кері байланыс жасаймыз. Кері байланыс жасаймыз, Кәнеки.
Жақсы. Қалай өтті сабақ бүгін? Хайдина. Маған өте қызық сабақта болды. Маған өте қызықты болды, иә, сабақта. Жақсы, жазалар.